Ет неге қымбат? Ал. Неге ет қымбат? Ет жеуден қалдық уже. Тауықтың өзі қымбат, масқара. Жұрт не жеп жүрген білмеймін. Шөп жеп жүрген шығар. Жақсы. Ет толып тұр, не жерде, базарға неге барсаң, ет толып тұр. Ешкім алып жатқан көріп жатқан жоқпын. Арасында алып жатқандары бәрі былай қарап өтеміз сол. Таң қалыпты. Жақсы, рахмет. Еттің бағасына келетін болсақ, тағы да бұл жаңағы айтылып кеткен жалпы ауыл шаруашылық өнімдерінің, азық түлік өнімдердің жаңа нарығының проблемалары. Біріншіден, ауыл еңбеккерлерінің өндірілген өнімі қалаға жеткенше 5-6 қолдан өтеді. Мысалы, дәл ауылда етті өндіріп отқан фермер, мысалы 1600 теңгеден сатады. Ал қалада сөреде өздеріңіз көріп отырсыздар. Былайша келген кезде 2600-2800 теңге дейді, бірақ сүйек пүйегін қосып, айналдырып келген кезде 3000 теңге, 3000 теңгеден артық сатылады. Демек, баға 2 есе өседі. Соның жаңағы екі ортадағы ділдалдардың болғаны. Ал мына ауыл еңбеккерлерінің қолында мүмкіншілік болып, жаңа кооператив құрылатын болса, сол өндірілген өнімді қалаға кооператив әкеліп сататын болса, әрине бағаны одан да арзанырақ сатуға болады деді.